Достар, қараңыздар, мына лампочканы көрдіңіздер ме? Енді міне қарадыңыздар, тісіме ұрам. Көрдіңіздер ме? Қандай шум кетеді. Енді бұл датчикті біз мына амортизаторға саламыз. Сосын амортизаторды басам. Ал, міне, қараңыздар, жібердім. Ешқандай да бұл жерде шум жоқ. Идеально четко істеп тұр. Ал арзан, жаман, сапасы төмен амортизаторларда осындай шум болады міне. Шток шыққан кезде. Осындай болады міне. Неге? Өйткені жаман сапасыз амортизаторлардың ішінде бәрі не по стандарту жасалған. Ішіндегі сальнигі, поршындары бәрі өтірік, өте жаман сапада. Ол стенканың ішінде, трубканың ішіне бір-біріне қырылып, етіп, кіріп шығып жүреді. Ол деген ертең бір ай, екі ай жүргеннен кейін тарсылап кетеді, немесе майя ағып кетеді ондай амортизаторлардан. Біздің найза амортизаторымызда ондай шум жоқ ешқандай. Өйткені мынау сальнигі, клапаны, ішіндегі майы бәрі оригинал. Тем более бұл металлдың толщинасы 2,5 мм болады біріншіден. Екіншіден специальный өзінің напылениясы бар. Ол ертең 5 жыл жүргеннен кейін стенкаларында ешқандай выработка болмайды. Май бұл жерде австралийский, минус 55 градус ұстайды. Даже 5 жылдан кейін өзінің құрамын жоғалтпайды. Бүгін құйған май сияқты болады 5 жылдан кейін, есе ашып майын көрем десеңіздер. Бұл найза амортизаторы сол себептен бұған кепілдік 1 жыл шектеуі жоқ беріледі.